Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге видеода үй жағдайында жасалатын, қымбат заттарды қажет етпейтін, шоп жұмсақ әрі үлпілдек болып пісетін қолдың нанының рецептісімен бөлісетін боламын. Оны жасау үшін менімен бірге бол, видеоның соңына дейін көріңіздер. Кез келген ыдысқа осылай жып-жылы суды құямыз. Оның үстіне қант пен дрожжи салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде су міндетті түрде жылы болу керек, бірақ қол күймейтіндей жылы болу керек. Осылай бір араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне сіздер 2 жұмыртқа саласыздар. Менде осындай үлкен жұмыртқа болғандықтан біреу ғана салдым. 2 жұмыртқа саласыздар және араластырып аласыздар тағы да. Одан кейін оның кішкене ғана бөлігін салып, тағы да венчикпен араластырып аламыз. Және 1 шай қасық тұзды салуды ұмытпаңыздар. Оның барлығын салып жібермейсіздер. Осылай кішкене бөлігін салып, сұйық етіп араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сұйық майды саламыз. Тағы да араластырамыз. Енді ұнды сала отыра шөп жұмсақ етіп, кішкене қолымызға жабысыңқырап шығатын қамырды илеп аламыз. Бізде осындай мөлшерде шамамен осылай жұмсақтықта шығу қажет. Қамырымызды жауып, 1-2 сағатқа жылы жерде ұстайтын боламыз. Қамырымыз осылай қатты, әдемі болып көтеріледі. Енді оны дайындайтын боламыз. Үстелдің үстіне осылай ұн сеуіп аласыздар. Көп мөлшерде емес, осылай жеткілікті түрде сеуіп, енді қамырымызды бөлшектерге бөлетін боламыз. Бірдей етіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Енді үстелдің үстіне майды жағып, дәл осылай барлығын алдымен осы бір қамырды алып, жалпақ етіп, жұп-жұқа етіп қолымызбен жайып аламыз. Қолыңызға май жаға отыра істеңіздер. Дәл осылай 4 круг жасайтын боламыз. Енді осылар біріктіреміз. Алдымен бас жағын бір-біріне жабыстырып аламыз. Одан кейін асты жағын бір-біріне ауыстыра отыра өріп шығамыз. Дәл видеодағыдай істесеңіздер өте оңай болады. Осылай өріп, әдемі етіп, көлемін келтіріп шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Есесіне түрі әдемі болып пісіп шығады. Осылай екінші қамырды дәл осылай жасап шығамыз. Пергамент қағазын төсейміз. Ешқандай май жағудың қажеті жоқ, ешқандай жабыспайды. Бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болғаннан кейін үстіне жұмыртқаны жарып жағасыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мак немесе кунжут сепсеңіздер болады. Мен кунжутты сеуіп, пісіруге дайындап жатырмын. градуста 20-30 минуттай жақсылап пісіріп аламыз. Қарап отырып пісіріп алсаңыздар жақсы. Вот біздің нандарымыз дайын болды. Осындай үлпілдек, іші шикі болмай, ең бастысы дәмі де сондай дәмді болып пісіп шығады. Сіздің отбасыңызға ұнайтынына міндетті түрде сенімдімін. Дәл видеода арасын ашып көрсетіп жатырмын. Ешқандай шикі болмай, әдемі болып шығады. Егер сіздерге видео ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоға лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болсам қуаныштымын. Сіздерге ас болсын.